Жекпе-жек кезеңінің келесі жұбы. Думан Рахым. Негізі орындау өзіме ұнаған жоқ, мүлдем. Есімде жоқ, әйтеуір әнді аяқтадым. Және Жекпе-жекке шығатын кезде негізі мен енді үмітім болды да, ол мен қойса екен деп. Дауыс көрсету жағынан да мүмкіншіліктер бірдей болады да. Қызбен қойғанда дауыс үйлесімділіктер кеми атады. Аружан Айдарбек. Өлеңнің ортасына келгенде қолым дірілдеді. Микрофон қолымнан түсіп кете ма деп қорықтым. Жүрегім қатты елжіреп кетті, төртеу бірден қараған кезде. Мен риза болдым өзіме. Негізінен Думанның қалай ән айтатынын білген жоқпын. Сразу таңдаған айтатын, Думан инстаграм берші, срочно қараймын дедім, қайтып өлең айтатынымды дедім. Содан кейін уже өлеңе беремін деп. Мен өлең жақсы айтады, мамама сразу жібердім инстаграм, мама Набалан қара деп. Набалан дауысы жақсы екен деп қояды. Аружан өте мықты орындаушы, өзінің бір қалыптасқан стилі бар. Негізі маған жақын. Сіздер екеуіңіздер техника жағынан мықты вокалистсіздер, тембр жағынан да бір-бірлеріңізге үйлесесіздер. Сондықтан да сіздерден өте мықты дуэт болады деген сенімдемін. Қолдан келген бәрін жасаймыз. Дұрыс, әдемілеп айтып шығам деп ойлаймын. Жекпе-жек кезеңінде қандай әнді орындайсыздар? Кеңес Исекеевтің «Өкінбесең» әнін орындап шықсақ? Ал енді сен көр. Мен жоғар сөйтем. Қандай қалай деген ешқандай сұрақтар жоқ. Бас алып жаңағы орындап кетіп жатыр. Ал кеттік, аллилуйя. Баста. Думан басына беріне өте жақын екен сезіліп тұр. Аружан кез келген әнді бұлай саусағымен деп қойып орындап. Аяқ астан мынау ән десем орындап кетіп жатыр. Әйгөлек десем. Көлдей шалқып жас өмір басып жатқан шағыңда. Негізінде бәрі жақсы болып келатты басында. Бірақ соңында көңіл күйім кішкене түсіп қалды. Ұсынған ән екеуіне де өкінішке орай ұнаған жоқ. Ән маған 100% қарама-қарсы, Аружанға да оңай емес. Шошылап жүрсем де өте алмай қалам ба деп. Жеке өзіме қатысты болса, мен басқаша істейтін едім. Екеуін өте үйлесімді болып тұрсыңдар. Әрине, жұмыс істейтін, түзелейтін бір кездер бар. О жағын жөндейміз. Әрине, өзгеше өзгертуімізге мен ойлаймын, сахна бізге рұқсат береді, көрермен рұқсат береді деп ойлаймын, өйткені бұл сайыс. Миссия біткен жоқ. Ары қарай жеңістерге жету керек, белестерден өту керек деген сияқты. Мен үшін ең бастысы жақсы өнер көрсету. Қарсы алыңыздар, Думан Рахым! Және Аружан Айдарбек!
Құрметті қатысушылар, сіздерге сәттілік тілейміз. Маржан ханым, ал сізге де сәттілік, таңдау жасау қиын болады. Сөзсіз. Алға. Сонымен, қымбатты көрермен, жекпе-жек басталсын! Сәттілік, уайымдамаңдар, барлығы керемет. Өзіңмен арыста бойымда таныста жайнаған гүлдей құрбым сен жағада тұрдың сен жаз еді күлкіңде қайдасың бұл күнде сен іздеп арманым сыр бойын шарладым сен іздеп арманым екеуінің де дауысы әдемі. сыр бойын шарладым кете ме осылай жолымыз қосылмай аяулы таңым сен едің көрсем деп келемін жаз еді күлкіңде қайдасың бұл күнде сен іздеп арманым сыр бойын шарладым жаз еді күлкіңде қайдасың бұл күнде сен іздеп арманым сыр бойын шарладым сен іздеп арманым сыр бойын Рахмет. Рахмет сіздерге. Енді тәлімгерлердің пікірін білейік. Майра ханым. Өте керемет орындау. Шәмшінің әні, басқа бір қырынан естілді. Маған өте ұнады. Думанның дауысы сәл төмен, Аружанның дауысы жоғары. Жаңағы тепе-теңдік сәл ғана жетіспей тұрғаны болмаса, орындау өздерінше бір жеткізу, дуэт болып, бір-біріне шынымен де жекпе-жек бола алды. Рахмет Майра ханым. Сәген мырза. Керемет тәттәм болды. Енді негізі мен көбіне Аружан мынау қазақи әндерді, жаңағыдай фальцеттер қоса бергенді өзім жақтырмайтынмын. Бірақ сенің қосқан фальцеттерің өте дәмді болды. Артық болмаған сияқты болып көрінді, жарасымды болған сияқты болды. Және сүйемелдеумен бірге үйлесім тауып тұрды. Думан, рахым, дауыс бояуыңда, тембріңде бір керемет ысыл бар. Енді екеуі де ерекше орындау, екеуі бір-бірін тыңдай алды. Менің түсінігімде дуэт болды. Рахмет, Сәген мырза. Әлем? Негізі Шәмшінің әндері маған қатты ұнайды осындай бағытта. Сасен сол! Рахмет жігіттер. Думан, тембрің өте әдемі. Ысыл, темір, тағы да артында бірдеңелер бар. Күміс қоңыраулар. Деп тұрады артында бір ол андай.
ортасында бір обертондар естеді да, әйтеуір бір әдемі. Аружан даусыңдағы сыңғыр маған ұнайды, және де осы жанрға келетін өзіңнің бір даусындағы бір тәсілдер маған қатты ұнады. Бірақ та менің ойымша екеуіңіз де осы әннің ағымына түсе алмадыңыздар соңына дейін. Әнге батып кете алмадыңыздар. Орташа былай айтқанда жақсы, әлгі жаңа жылдық концерттер болады ғой, телевизорда болатын. Сондай болды да, иә, әдемі деп бүйтіп отырып, бүйтіп қарайтын. Сол соңына дейін бүйтіп батқандарыңызды қаладым. Кішкене мындай құттықан деп жетпей қалды. Рахмет, Әлем. Маржан ханым. Осы сахнада орындалған әндердің барлығы вау деген айғайға салатындай бір жұлқынатындай әндер бола берсе қызық болмайды ғой. Негізінде Думанның да, Аружанды айтып тұрмын ғой, өте мүмкіндіктері зор. Деген бір әдемі өздеріңіздің бір кішкене болса да импровизацияларыңызды қосып, әдемі бір бояу бердіңіздер. Абыроймен жерге жеткізетіндей қылып орындап шықты. Дегенмен де шешім қабылдау керек, уақыт көп созбайын, мен нақты айтайын. Менің бар мақсатым, бар ойым, ол алдағы кезеңдерде менің командамды биік деңгейде көрсететін, қарсыластармен қорықпай шығатын адам керек. Ол қатысушы кім? Маржан ханым ғана біз керек адам, Аружан деп ойлаймын. Думан. Ол қатысушы, мүмкіндігі өте зор, дауысымен тамсандырған Аружан. Қазақстан дауысы жобасын келесі айналымына өткен қатысушы Аружан Айдарбек. Аружан, біз сіз үшін жүректен құттықтаймыз. Өте қойыңыз. Тосын. Вау, Аружан, неге құттықтаймыз, неге қуанышты емессің? Қалып кетті ғой. Мен қуаныштым, бірақ кішкене жүрегім ауырып тұр, рас айтамын. Мен Думанға айттым, кім өлсе де маңызды емес, екеуміз достойно айтып шықсақ болды ойлайды деп. Жақсы, рахмет. Тамаша, құттықтаймыз. Келесі кезеңде күтеміз. Canım, балапаным. Сендің больницаның қызым, балапаным. Барлығына алғысым шексіз. Аман болыңыздар. Ештеңеге өкінбеймін, ешкімге өкпем жоқ. Өзіме де өкпем жоқ. Көп рахмет. Саған рахмет, Думан. Осы жоба арқылы сен үлкен сахнаға қадам бастың. Алдағы уақытта тек қана осындай үлкен сахналарды көре берейік сен. Сәттілік. Көп рахмет. Biz үшін бәрібір ұмытсың сен.